Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз мектеп алды даярлықтың заманауи әдістемелері пәні бойынша таным білім беру саласының оқу әрекеттерін ұйымдастыру бойынша лекциямызды бастаймыз. Тақырып көлемінде қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, сондай-ақ кеңістікте бағдарлау, санауға үйрету әрекеттері сөз болады. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруда 6-7 жастағы балалардың қарапайым санау түрлерін үйрету, қарапайым сандардың 1-ден 10-ға дейінгі сандардың жүйесіменен таныстыру жоспарланған. Мұның өзі бірнеше себептерге байланысты. Мектепте оқытудың 6 жастан басталуы, бала 6 жастан ақпараттың молдығына қарамастан компьютерлерге көбірек көңіл бөлуге құштар болып келетіндігі ақиқат. Сабақтың басым бөлігі математикалық міндеттер және балалар әрекеттерінің басқа да түрлерімен құрамдасқан кіріктірілген сипатқа ие. Мектеп алды даярлық сыныбына қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыратын сабақтарға аптасына 1,5 сағат бөлінген. Олардың әр қайсысының ұзақтығы 25-30 минутты құрайды. Сабақ барысында ойлауға түсетін салмақ түсіретін жүктемені дұрыс бөлуді, сабақ ұйымдастырудың түрлері мен әдістерін дұрыс алмастыруды қамтамасыз ететін сабақтың жекеленген бөлімдерін өзара байланыстыру маңызды. Сабақ құрылымының нұсқалары 3 топқа топтастырылады. Мұнда біріншіден балаларды жаңа тақырыпқа енгізу мақсатында қайталау, онда 2-4 минут уақыт бөлінеді. Екінші, жаңа материалды қарастыру, бұған 15-18 минут қарастырылған. Үшінші кезең бұл бұрын меңгерілген материалды қайталау, ал қайталауға 4-7 минут аралығында уақыт бөлеміз. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру сабағының мазмұны іштей кеңістікке бағдарлау, сан және санау сынды өзіндік бірнеше топшаларға топтастырылған. Бірінші бөлім кеңістікті бағдарлау деп аталады. Бұл кезеңде заттардың кеңістікте орналасуы, яғни балалар көрсетілген бағытта заттардың белгілі бір санын орналастыра білуді меңгереді. Парақтың жоғары, төменгі бөлігінде, сол жағында, оң жағында орналасқан ұғымдардың қажеттілігін түйсінеді. Заттардың қағаз парақта, үстелде, еденде, жоғары, төменгі бөлігінде деген орын белгілейтін сөздердің мағынасы бойынша дұрыс қолдануға үйретіледі. 6-7 жастағы балаларды заттардың арасында қозғалыс бағыттарын еркін бағдарлай алуы қажет. Жазықтықта бағдарлай білудің де маңызы зор. Барлық жұмыстар қарама қайшылықта көрсетілетін түсініктер негізінде құрылуы тиіс. Солға, оңға, алға, артқа сынды ұғымдарды қатар меңгереді. Әсіресе кеңістікте бағдарлауды балалардың әрекеттер арқылы қамтамасыз еткен дұрыс. Олар бағыты және заттар арасында қатынасын анықтап қана қоймайды, сонымен қатар көрсетілген бағытта қозғалуы, заттарды орналастыруы және ауыстыруы тиіс. Екінші бөлім сан және санау деп аталады. Бұл кезеңде балаларды санауға үйрету жалғасын табады. 10 көлемдегі сандық және реттік сан есімдерді қолдана білу білігі байқалады. Мектеп алды жас кезеңіндегі балалар заттарды санайды, әртүрлі заттардың санын анықтайды, қайсысы көп немесе аз, немесе тең екенін салыстырады. Сондай-ақ заттардың көлемі мен ауданына назар аудармай-ақ жиынтықты санау, бір-бірімен салыстыру, көзбен анықтау немесе сан салыстыру тәсілдерін қолданады. Сан және санау өз ішінде заттарды санау және жиын және логика элементтері болып екіге бөлінеді. Заттарды санауда сандар арасындағы байланысты қалыптастыру жалғасын табады. Әрбір келесі сан алдыңғысынан артық, ал алдыңғысы келесінен кем болатынын түсіндіреді. Бұл бір түрге жататын заттар тобын шағын топтарға, яғни шағын жиынтыққа бөледі және бір-бірімен салыстырады. Мәселен, биік шырша көп пе, немесе аласа шырша көп пе? Заттар тобын оның бөліктерімен, мәселен, қайсысы артық, қызыл шаршы ма, немесе бірге алғандағы қызыл және көк шаршы көп пе деп салыстыру ұғымдарын қалыптастырамыз.
Екінші, жиын және логика элементтерінде санау және өлшеу дағдыларын бекіту барысында балалар жекеленген заттарды санаумен қатар, сондай-ақ бірыңғай заттардан тұратын топтарды санауға да жаттығады. Алғашқыда олар көрнекі түрдегі сандық қатынастарды айқындауға, санның мәндерін көрсетуге көмектеседі және олардың арасындағы байланысы мен қатынасын ашады. Соңынан сандық қатынасты белгілеу құралдарын, яғни тең, артық, кем деген ұғымдарды, санау және сандарды салыстыру көбейген кезде практикалық тұрғыдан салыстыру тәсілдерін тексеру, дәлелдеу құралдары ретінде қолданады. Аралас сандардың өзара байланысы туралы өз тұжырымдарын дәлелдей отырып, заттар тобын практикалық салыстыру тәсілдерін өз бетінше қолдана білуге үйретудің маңызы зор. Топтағы заттар мен топ саны арасында үнемі өзара байланыс орнату қажет. Топтардың саны артқанда, топтағы заттардың саны кемейтінін, топтардың саны кемегенде оның әрқайсысындағы заттардың саны артатынын балалар көре білуі және оны саналы түрде түйсіне алуы қажет. Сан және санау бөлімінің үшінші бөлімшесі бұл тізбектер, яғни балалардың жыл мезгілдерінің, апта күндерінің реті туралы түсінігін бекіту жалғасын табады. Мектеп алды даярлық тобында таңертеңгілік, күндіз, кеш, түн, апта, ай сияқты уақыт кезеңдері туралы түсініктері мен олардың атаулары еске сақталып бекітіледі. Уақыт эталондары туралы білімін, уақыт қатынастары туралы біліктерін бекіту балалардың өтіп жатқан оқиғалардың бірізділігін, олардың арасындағы себеп салдарлық байланыстарды сезінуге ықпал етеді. Уақыт туралы түсініктер: таңертең, күндіз, түс, кешқұрым, түн, бүгін, кеше, ертең, бүрсігүні деген ұғымдарды қалыптастырамыз. Бала тілінде басында, сонан соң, оға дейін, соңынан, ертерек, кешірек, сол уақытта деген сөз ұғымдары қолданыла білуге үйренеді. Балалардың 1-ден 10-ға дейін тура және кері қарай шапшаң және сенімді түрде санай білуге үйренуі, яғни алғашқы 10 натурал санның ретін мықты меңгеруі маңызды. Бұл үшін көрнекі материалдарға сүйенбей-ақ әртүрлі жаттығулар жасаудың өзі санауға ықпал етеді. Мысалы, 1-ден 10-ға дейін сана, кері қарай сана, 5-ке дейінгі қандай сан, ал 5-тен кейін қандай сан деген сияқты түрліше оқу тапсырмаларын ұсынуға болады. Педагог балалардың киінуге немесе шешінуге, сурет салуға, ойнауға қанша уақыт жұмсайтынын, сабақ соңына дейін қанша минут қалғанын назарда ұстауы қажет. Бұл балалардың уақытты сезінуі, неғұрлым уайымшыл, тәртіптірек болуына көмектеседі. Екінші бөлімнің 4-ші бөлімшесі бұл шамалар деп аталады. Мұнда балаларды шартты өлшемдер арқылы заттың ұзындығын, енін, биіктігін өлшеуге және салыстыруға үйретеміз. Уақыт туралы түсініктерді, жыл ішіндегі айдағы, аптадағы күндер санын, дидактикалық ойындар мен апта күндері, жалғастыр, керісінше сынды ойындық жаттығулар кеңінен қолданылады. Балалардың тілдік қорында қарама-қарсы мағынадағы таң, кеш, басында, соңында, жай, ақырын сынды сөздерді тауып толықтырып, қайсысы ұзақ болатындығын анықтауға бағыттау қажет. Мәселен, күн немесе апта ма? Апта ма? Әлде ай ұзақ па? Ай ұзақ па немесе жыл ұзақ па деген сияқты логикалық тапсырмалар берудің маңызы зор. Мысалы, мектеп алды жас кезеңіндегі балаларды ағымдағы ай атауымен таныстыра отырып, олардың ретін біртіндеп еске сақтауға үйретеміз. Шартты өлшемдер арқылы затты ұзындығы мен салмағы бойынша салыстыру тапсырмаларында, мәселен, дүкенде қолданатын салмақ туралы түсініктерді қалыптастыруға, өлшемдерді салыстыру, дербес түрде емес заттардың басқа қасиеттерімен қарастыру жүйесінде бірге жүзеге асыру қажет. Келесі біздегі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру сабағының мазмұнының 3-ші бөлімі бұл геометриялық фигуралар деп аталады. Геометриялық фигуралар өз іштей фигуралар мен денелер және фигуралардың өзара орналасуы деген тақырыптарға бөлінеді.
Фигуралар мен денелер деп аталатын бөлімде геометриялық фигуралар туралы балалардың түсініктерін тереңдету және кеңейту жалғасын табады. Математикада геометриялық фигуралардың саны көп. Қарапайым геометриялық фигураларды білу және оқып үйрену ойлауды, логиканы, зейін мен еске сақтауды жақсартады. Балаларға фигуралар мен денелерді ажыратуда ғана емес, сондай-ақ оларды жасай білуде де үйрету қажет. Математикада жазық фигуралармен қатар, сондай-ақ шар, конус, тетрадр, етекше, цилиндр, параллелепипед және пирамида сияқты көлемді фигуралар да оқытылады. Жазық фигуралар мен көлемді фигуралар мектепке дейінгі және кіші мектеп жас кезеңінде оқытылады. Балалар негізгі геометрия фигураларды қиналмай ажыратуы және оларды дұрыс атай білуге үйренеді. Балалар басқа белгілеріне алаңдамай-ақ фигураларды бір белгісіне бағдарлай отырып топтастырады. Олардың назар аудару, жинақтау қабілеттері дамиды. Мысалы, басында фигураларды екі үлкен топқа, дөңгелек пішінділерге және көп бұрыштыларға бөлу арқылы топтастыра отырып, балалардың пішін туралы білімдерін жүйелеу тиімді. Балаларға мынандай тапсырма ұсынған пайдалы. Қай фигура артық екенін табыңыз. Фигуралар таңдағанда қандай қателік жіберілді? Мәселен, 6 бұрыш 3 бұрыштың ішіндегі қатарға орналастырылған бір 4 бұрыштағы деген сияқты. Қандай фигура жетіспейді? 3 бұрыштар, соқпақ пішіндегі фигуралар, қатарластырылған 3-4 өлшемді тік 4 бұрыштар. Әрбір қатарға бір түрдегі фигураларды көлемі үлкенінен бастап кішірею немесе көлемнің өсу ретімен орналастыру, соңғы қатарға бір фигураның жетіспейтіндігі сынды тапсырмалар беруге болады. Геометриялық фигуралардың екінші бөлімі бұл фигуралардың өзара орналасуы деп аталады. Мұнда геометриялық фигуралар мен денелерді ажыратыла білумен атап көрсетуге жаттықтыру жұмыстары жүргізіледі. Бірнеше үшбұрыштан бір көп бұрыш, бірнеше кіші шаршыдан бір үлкен төрт бұрыш, шеңбер бөліктерінен шеңбер, төрт бөліктен төрт бұрыш шығару, екі қысқа кесіндіден бір ұзынды кесінді жасау, ауызша сипаты және көрсету бойынша фигуралар құрастыру тапсырмалары іске асады. Бірнеше геометриялық фигурадан бір бүтінін құрастыру балалардың логикасын дамытады. Мысалы, екі үшбұрыштан шаршы немесе ромб шығару, шаршыны үшбұрыш түрінде беттестіру, фигураларды бір-бірінің үстіне қою арқылы жұлдыз шығару тапсырмалары балалардың қызығушылығын арттыратындығы жасырын емес. Балаларды қарапайым бас қатырғыш есептермен де таныстырғанның артықтығы жоқ. Мәселен, фигуралардың көлемін үлкен кішілігіне қарай өсу ретімен орналастыру, олардың түсін салыстыру, берілген фигураларды беттестіру, мысалы, үшбұрыштан және шаршыдан үйшік, үшбұрыштан шырша құрастыру арқылы белгісіз нысандар шығаруға тапсырмалар ұсыну балалардың ойлауын дамытады. Фигураларды қос-қостан жұптап салыстыру, сипап сезу және көру арқылы зерттеуге мүмкіндік береді. Білімді бекіту және нақтылау үшін фигуралар шығаратын әртүрлі нұсқадағы тапсырмалар беріледі. Балалар қағаздан жазық фигуралар қияды. Көлемді фигураларды ермексаздан мүсіндейді, қайтадан өзгертіп басқасын шығарады. Төртінші бөлім бұл математикалық модельдеу деп аталады. 6-7 жастағы балалар заттардың саны, пішіні және көлемі туралы кең көлемді білімді игеруі, кеңістік және уақыт бойынша бағдарлай білуді үйренуі қажет. Осы мақсатта математикалық тіл және математикалық модель пайда болады. Балалардың математикалық білімге тұрақты қызығушылығына, оны қолдана білуге және оларға өз бетімен қол жеткізуге тәрбиелеу маңызды. Өз бетінше ойлауын кеңістікте елестете білуін дамыту өте маңызды. Қосу таңбасын заттар тобының бірігуі және алу таңбасын заттар тобынан азайту арқылы түсіну және қолдану қажеттілігі туындайды. Математикалық ұғымдарды қалыптастыратын дидактикалық ойындарды шартты түрде мынандай топтарға бөлуге болады. Цифрлармен, сандармен ойын, уақытпен саяхаттау ойындары, кеңістікте бағдарлайтын ойындар, геометриялық фигуралармен ойындар, логикалық ойлайтын ойындар.
алдымен қосу есептеріне үйретуден бастап және содан